Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай бауырсақ пісіретін боламыз. Жақсы болып көтеріледі қамырыңыз. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер сіздермен Ақжан. Ең бірінші бізге жылы сүт қажет. Барлық ингредиенттердің мөлшерлерін астына қалдыратын боламын. Сүт және қант, одан кейін тұз. Жақсылап араластырып, қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін менде ұнтақталған құрғақ дрож аштығыңызды қосасыз. Мен май қостым, су май. Сіз болмаса өзіңіздегі сливочный майыңызды қоссаңыз болады. Осылай жақсылап араластырып алам да, одан кейін құрғақ дрожыңызды қосасыз. 1,5 қасық қостым. Чай қасығымен. Достар, маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы рецепттермен, лайфхактармен бөлісетін боламын. Жақсылап араласқаннан кейін бетіне кішкене ұн сеуіп, бетін жауып қоясыз 15 минутқа. Одан кейін мен 1 қасық майонез қостым. Одан кейін ұныңызды аз-аздан қосып илейсіз. Бәрін бірақ қосудың қажеті жоқ. Ұнды сұйықтық қанша алады, сонша қосасыз. Менде көз мөлшермен 350-300 граммдай алды. Жақсылап араластырып, наныңызды илеп алғаннан кейін 40 минуттан бастап 1 сағатқа дейін бетін жауып, жылы жерге қойып қою керексіз. Міне менің наным көтерілді, 2 есе көтеріледі. Осыны қатты баспай, қолыңызға су май жағып, жайып аласыз. Жақсылап жайып алғаннан кейін 15 минутқа қойып қойсаңыз, наныңыз өте керемет болып көтеріледі. Өзіңізге ұнайтын формада кессеңіз болады. Мен 4 бұрыш қып кестім. Сіз өзіңізге ұнайтын, мысалы, дөңгелек формасында кессеңіз болады. Майға 2 жағын жақсылап қуырып аласыз. Дәмі өте керемет болып шықты. Маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет сіздерге.